Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Менің есімім Нұрғалиева Зәуре Кенжебай қызы. Медицина саласында 33 жыл еңбек өтілім бар, жоғарғы санатты фельдшермін. Мен сіздерді Dandelion компаниясының тамаша өнімі H2 премиум деген өніммен таныстырғым келіп тұр. Бұл H2 премиум деген қандай өнім? Бұл өнім қазақша екі ауыз сөзбен айтқанда магний сутегі, капсулаға салынған магний малат. Осы өнім сіздің ағзаңызға түскен кезде асқазанның сөлімен араласып, ағзада өте керемет қызмет атқарады. Ағзаңызды толықтай тазалайды. Екінші, ағзаңызға энергия береді, өйткені сутегі өте тамаша энергияның көзі болып табылады. Үшінші, ол сіздің қаныңызды сұйылтады. Ол химиялық жолмен емес, өнім табиғи болғандықтан сіздің қаныңыз табиғи жолмен сұйылады. Жаңа ғана айттым, бұл өнім капсулаға салынған магний малат. Енді магнезияны біз дәрігерлер медицинада өте кең ауқымды қолданамыз. Өйткені магнийдің қолдану аясы өте кең. Бәрлеріңізге таныс, медицинада магний сульфат деген препарат бар. Бұл препаратты біз енді жедел жәрдемде жұмыс атқарғаннан кейін осы мына жіті жағдайларға шақыртумен келгенде науқастарға алғашқы көмек ретінде қолданатын бірден бір препарат деп айтсам болады. Ол жаңағы жоғарғы қан қысымы көтеріліп тұрған кезде, мына бұлшық еттерде спазм дейміз, тырысып тұрған кезде, асқазанда қандайда бір сондай спазмдар болып тұрған кезде, ауырсыну белгілері болған кезде, мына өт жолындағы ауырсынулар болған кезде, өт жүрмей қалған, қойырып қалған кезде, міне осы өнімдерді біз өте кең қолданамыз. Сонымен қатар мына судороги дейміз ғой, эпилепсиясы бар адамдар, судорожный статус деп айтады. Осы статустарға шақыртуға келген кезде біз тағы осы магний сульфатты қолданамыз. Ал менің мына қолымдағы өнім H2 премиум сол сіздердің жаңағы химиялық препараттарыңыздың табиғи аналогы деп айтсам, мен қателеспеймін. Өйткені бұл жердегі жұмыс жасайтын магний малат сіздің асқазаныңыздың сөлімен араласып, асқазаныңызда сутегін түзеді. Осы сутегімен магний екеуі қол ұстасып жүріп, сіздің ағзаңыздағы болып жатқан бүкіл патологиялық процестердің шешімі болып табылады. Қанды сұйылтып қана қоймайды, қаныңызды толықтай тазартады. Ол біздің ағзамыз толықтай қышқыл орта болғандықтан, бұның тағы да бір қасиеті өнімнің сіздің осы қышқыл ортаңызды сілтіге айландырады. Қышқыл мен сілті тепе-теңдігін қалыпқа келеді. Бұл қышқыл мен сілті тепе-теңдігі қалыпқа келген кезде ағзадағы өмір сүріп жатқан патологиялық жаңағы микро ағзалар, олар микробтар, паразиттар, саңырауқұлақтар осы ұсақ ағзадардың өмір сүруіне қолайсыз орта пайда болады. Орысша айтқанда неблагоприятный дейді. Өмір сүре алмайтын ортадан осы ұсақ микро ағзалар өздігінен шыға бастайды. Сонымен қатар біздің әрбір жасушамыз ол да тірі ағза. Біз өзіміз өмірге келдік, өмірге келген жерде өмірден өту бар. Өмір бар жерде өлім бар. Міне сол сияқты сіздің әрбір жасушаңыз ол тірі ағза болғандықтан, олар да дүниеге келеді, олар да өледі. Кейбір жасуша өзінің атқаратын қызметін толықтай атқарып өледі. Ал кейбір ағза жаңа вынужденный дейміз ғой, өлуге мәжбүр болады. Бұл неліктен өлуге мәжбүр болады? Өлуге мәжбүр болатынның бірден бір себебі әрбір жасушаңызға сіздің ылғалдың толықтай жетпеуі. Сонымен қатар біз тыныс аламыз, біздің жасушамызда тыныс алады. Әрбір жасушаның тыныс алу орталығы бар. Сіздің егер тынысыңызды жапса,
орысша айтқанда перекрит кислород деп айтамыз ғой. Біз не істейміз? Біз тұншығамыз, аяғы өлімге әкеліп соғады. Сол сияқты сіздің жасушаңызда тыныс алу процесі бұзылған кезде жасушаңыз өлуге мәжбүр болады. Әрбір жасушаның тыныс алу орталығы ол митохондрия деп аталынады. Менің қолымдағы өнім H2 премиум сіздің осы жасушаңыздың тыныс алу орталығын қалыпқа әкеліп, әрбір жасушаңызға жаңа өмір сыйлайды. Жасушаңыз жаңарады, толықтай тыныс алады, толықтай ылғалданады. Сонымен қатар осы өнім сіздің ағзаңызда қол ұстасып жүріп, жұмыс жасағандықтан әрбір жасушаға қажетті макро, микроэлементтер, тұздар, сонымен қатар қышқылдар, майлар, барлығы қоректік заттары тасымалданып жеткілікті болғандықтан жасуша өзін өзі сауықтыру процесін бастайды. Осы өзін өзі сауықтыру процесі сіздің ағзаңызды ағзаңыздың толықтай, қайталап айтам, сауығуына әкеледі. Бұл дегеніміз сіздің қаншама ағзаңызда өтіп жатқан созылмалы процестеріңіз, медицина тілімен айтқанда диагноздарыңыз қалың иттерия, гастрит, холецистит, панкреатит, пилонефрит, міне осындай көп деген созылмалы аурулардың шешімі болып табылатын бірден бір өнім. Мен сіздерге дәрігер ретінде бұл өнімді барлық осы Қазақстанның азаматына кішкенесінен еңкейген қартына дейін тұтыну керек деп айтамын. Өйткені біз тамақпен магнийді толық қанды бір сөткеге қажетті нормасын алмағандықтан біздің ағзамызда жаңағы осындай келеңсіз жағдайлар, диагноздар орын алады. Біздің денсаулығымыз нашарлайды. Оны айтып тұрған себебім 11 макроэлементтің ішінде тек қана жалғыз магний бүкіл зат алмасу процесіне қатысатын элемент. Сондықтан бұл біздің ағзамызға күнделікті қажетті өнім. Біз нанды күнделікті қалай жейміз, сол сияқты магнийде күнделікті біздің рационымызда, күнделікті біздің ағзамызда болуы керек. Міне, құрметті тыңдарман, егер осы өнім туралы толық ақпарат білгілеріңіз келсе, бұл өнімді қайдан, қалай алуға болатын білгілеріңіз келсе, төмендегі номерге хабарлассаңыздар болады.